Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай кешкі немесе түскі асқа арналған тауық еті мен картопты арнайы пакетте пісіретін боламын. Қолда бар үйдегі қарапайым дәмдеуіштерді қосып дайындайтын боламын. Ең алдымен тауық етін осылай шағын көлемде бөлшектерге бөліп алатын боламын. Одан кейін оның үстінен тұзды қосып, арнайы тауық етіне арналған дәмдеуішті қосып, паприканы салып, одан кейін 2-3 өткізілген сарымсақты қосып, және де қара бұрыш пен томатты қосып, қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластыратын боламын. Одан кейін қолдың көмегімен барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамын. Барлығын араластырып болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа қалдырамын. Картоптың барлығын осындай көлемде турап алдым. Енді оның үстінен тұзды салып, және де қара бұрышты қосып барлығын араластыратын боламын. Сіздер картопты өз қалаған көлемде, яғни дөңгелек пішінде немесе 4 бұрышты пішінге келтіріп турап алсаңыздар болады. Тауық еті 1 сағат тұрғаннан кейін барып картопты осылай дайындап алып, оны бірден арнайы тауық етін пісіретін пакетімізге осылай ең бірінші салып алатын боламыз. Картоптың барлығын салып болғаннан кейін картопты, яғни біркелкі етіп барлығын жайып алып, одан кейін оның үстіне тауық еттерінің барлығын салатын боламын. Тауық етінің барлығын салып болғаннан кейін оның аузын осылай жақсылап бекітіп, қызып тұрған пеште 45 минутта пісіріп аламын. Егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне, картоп пен тауық еті әдемі болып қызарып пісті. Оның құрамына дәмдеуіштер көп қосылмаса да, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін баршаңызға рахмет.